Османның құдығы. Жомарттыққа байланысты сахабалардың ішінде де адам айтса нанғысыз деңгейдегі тарихи оқиғалар бар. Мысалы, Османның құдық сатып алу жайлы әңгімесі айтсақ болады. Мадина қаласында жалғыз құдық болған екен. Ол бір яһудидің жеке меншігі екен. Ол кісінің бір кәсібі құдықтың суын сату екен. Кедей мұсылмандарға күнде қымбат су сатып алу жеңіл болмай жүргенін көрген Осман оған құдықты сатып алу жөнінде ұсыныс жасайды. Яһуди көнбейді. Ары-бері айландырса да яһуди судың не бағасын түсірмейді, не құдықты сатпайды. Болмаған соң Осман оған: онда мен құдығыңның толық бағасын төлейін. Құдық бір күні сенікі, бір күні менікі болсын дейді. Яһуди қуана келіседі. Сонымен Османның кезегі келген күні мұсылмандар 2 күндік суын қамдап алып, яһудидің кезегі болған күні құдыққа баруды қояды. Мұны көрген яһуди құдықты амалсыз басы бүтін сатуға мәжбүр болыпты.